Газет дегеніміз, Ахмет Байтұрсынов айтпақшы, халықтың көзі, құлағы, һәм тілі. Қазалы ауданында көп жылдар бойы халықтың көзі мен құлағына айналған Тұран Қазалы газеті. Аймақтық басылымның бас редакторының орынбасары Сейтенов Раушанбек Нағметуллаұлы. Журналист ағамыз бұл саланың ардагері атанғанмен, әлеуметтік тұрмыстық ақпараттардың ел ішінде тұрақты таралуын өзіне міндет қылған жан. Журналистика мамандығын 1975 жылдан бастап игердім. Ауылдағы бала 10 жылдық біліммен аудандық Ленту газетінің редакциясына қызметке қабылдандым. Бұл газетке 40 жылдан астам қызмет жасап келеміз. Енді біз жаңағы шықтан тыс тілшіміз ғой. Сондықтан осы мұғалім болғандықтан балаларға тәрбие саласында бірталай мақалалар жаздық. Барша әріптестерімді 28 маусым бақ қызметкерлерінің төл мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Дендеріңізге саулық, отбасыларыңызға амандық, қызметтеріңізге табыс тілеймін. Қаламдарыңыз мұқалмасын, жазарларыңыз көп болсын. Сол жылдың кейінгі жылдардың барлығы осы баспасөз саласында қызмет етумен басталды. Әдеби қызметкер болдық, бөлім басқардық, жауапты хатшы, редактордың орынбасары болдық. Жеке газеттерде редактор болдық. Серік телевизиясында бас редактор болдық. Кейін тағы да 2 жылдан бері аймақтық Тұран Қазалы газетінде бас редактордың орынбасары болып қызмет атқарып жүрмін. Құрметті бақ өкілдері, баспасөз мерекесі күні келе жатқан мерекелеріңіз құтты болсын. Қаламдарыңыз ұшталып, дендеріңізге саулық деймін. Әрине газет журналдың өзіндегі ерекшелік орны бар. Қазіргі таңда барлық адамдар ғаламтор жүйесінде жұмыс жасауды жақсы көреді. Әрине ол жақсы жаңалық ғаламтор жүйесі, бірақ газет журналдың өзіндегі ерекше орны бізді іздеп келіп, біздің іздеп оқитын газет журналдарымыз көп болып, мына жасап жатқан жұмыстарыңызға, еңбектеріңізге табысты шығармашылық тілеймін. Жалпы журналистік қызмет оңай деуге келмейді. Жауапкершілігі мол жұмыс. Қазақ газеті дегенде санау қиын заманда қазақ жұртының жүректегі көзіне айналған ағартушы ғалымдар елестейді. Газеттен сезілетін солғын иіс сол ата-бабаның ұрпағына қалдырған тарихын суреттейтіндей. Заман мен адам ойы жаңашылдықпен өзгерген болса, ақпарат тынысы болған газет атауы журналист қауымының ең маңызды қалам серпер ұстаханасы.